Ассалаумалейкумдар көпшілік. Бүгінгі жұмысым мына қолдан тиски жасадым. Қазақша айтқанда қалай, қысқыш деп айтылама, қысқыш деп айтылама. Мына қолдан жасадым осыны. Мына Ресанта сварканың көмегімен, осы инструменттермен мана әбиттен кейін бастаған болатынмын. 2 сағатта бітіріп шықтым. Осындай швейлерден киісіп алдым да. Ортасын киісіп, мынандай неден киісіп, қапталдарын жамап, краскаға дайындап қойдым енді. Мынаған любой бір темір саласында айналдыра бересің. Бұлай өзі айнала береді. Қаттырақ қысатын болсаң, темір саласың. Бұған ешқандай тұяқ жасағаным жоқ. Неге десең, кез келген жерге алып кетуге ыңғайлы. Артынан көре жатармыз. Артынан столға бекітетін болсам да, мына 4 жерінен құлақ шығарымда бекітіп бастай қоямыз. Бәр жерін бітедім. Алдын, алды, міне арты түгел бітеп шықтым. Міне осылай ашамыз, міне осы бұрасаң ашылады. Мына қысып қарайтын боламыз қазір. Міне қысқашымыз қысып тастадық. Міне өте керемет. Міне осылай түгел ашылады. 15 сантиметрдей ашылады арасы. Өте ыңғайлы. Өткенде мен базарға барып көрген болатынмын осыны. Тискілердің бағалары енді жағаңды ұстатып 60 мыңнан ары қарай тәуірлері 25-30 мыңдарға кішкентай айналасың. Міне домашний тиски үйге қолдануға өте ыңғайлы. Темір терсек кез келген затынды қысып жұмыс жасай бересің. Қазір осыны енді сырлауға дайындап қойдым. Қазір сырлайтын боламыз бұйырса. Мынандай қара краска алып келдім. Баллончик. Қазір осымен краскілейтін боламыз бұйырса. Міне сырлауымызды бастаймыз бұйырса. Қара краскамен. Міне сырлау жұмысымыз бітті. Міне қап-қара әдемі тиски болды. Өте керемет. Өте әдемі шықты деп ойлаймын өзім. Бірінші рет жасауым. Сол интернеттен қарадым. Ақтарып осылай жасауға шешім қабылдап. Міне 2 сағаттың ішінде осылай тиски жасап алдым. Не жасап алсаңдар болады осылай. Түсінбеген сұрақтарың болса, ешкіге шығасыңдар. Түсіндіруге тырысамын. Мына қара красканың көмегімен. Мынандай кішкентай ғана сварка өзі. Ресанта деген. 190-дық. Болгарка бар, дрель бар. Осы инструменттердің көмегімен жасап бітіріп шықтым. Міне өте керемет шықты. Ешкімге жалынбайсың енді.
50-60 мыңға базардан тесік алып жүргеннен осылай жасап алсаңдар болады.